Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нан қуырдақ дайындаймыз. Бұл тағамды кейде ұн қуырдақ, кейде моңғол тағамы деп атайды. Алдын ала етімізді, пиязымызды, сәбізімізді, болгар бұрышын және чесногымызды турап аламыз. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құямыз да етімізді салып, жақсылап тұрып араластыра отырып қуырамыз. Етіміздің бір қабат суы шығып, қайтадан тартылғанша қуырамыз да, оның үстіне пиязымызды салып, оны да жақсылап тұрып қуырып аламыз. Мен тамақты етті қуырып жатқан кезде тұздап алам. Осылайынан тұздап аламыз да, ары қарай қуырамыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін қалған сәбізімізді, болгар бұрышын және де чесногымызды салып, барлығын жақсылап тұрып, тағы да араластыра отырып қуырамыз. Енді суын құямыз. Суын көп құймай, етіміз батып тұрса жеткілікті. Енді баяу отта пісіреміз. Енді етіміз піскенше қамырымызды илейміз. Ол үшін жұмыртқамызды, тұзымызды және суымызды жақсылап араластырып, ұнымызды қоса отырып, бешбармаққа илеген сияқты қылып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 15 минуттай тындырып қоямыз. Тындыру барысында 5 минут өткеннен кейін қолымызбен тағы да бір қабат илеп қойсақ, қамырымыз жақсы болып шығады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бұны оқтаудың көмегімен бешбармақтың қамыры сияқты қалыңдықта жайып шығамыз. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз пышақтың көмегімен. Мен міне былайынан бөліп шықтым. Енді әр бөлікті қызып тұрған табаға екі жағын, әр жағын 30 секундтай кептіріп аламыз. Міне бір жағын кептіріп алдық. Енді аударамыз да екінші жағында 30 секундтай кептіреміз. Міне осылайынан барлық қамырды кептіріп болғаннан кейін оларды былайынан ораймыз да, кеспе сияқты қылып тураймыз. Бұл қамыр кепкен қамыр болғандықтан оңай жақсы туралады, бір-біріне жабыспайды. Ұн себудің қажеті жоқ. Мінекей былай көрсеңіздер, бір-біріне жабыспай, былай судырлап, керемет күшті кеспе дайын болады. Енді осы кеспеміздің барлығын ыдысқа саламыз да, 2-3 қасық күнбағыс майын құйып, оны жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни біздің майымыз барлық кеспеге жағылатындай етіп, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді дайын болған етіміздің үстіне қамырымызды саламыз. Суымыз көп болмау керек. Етіміз батып тұрса жеткілікті. Қамырымыз буына піседі. Осылайынан 10 минут өткеннен кейін бетіндегі қамырын ғана шанышқының көмегімен аударып алсақ болады. Аударып болғаннан кейін бетін жауып тағы да 10 минут пісіреміз. Суымыз тартылып, етіміз күйіп кетпейтіндігін қадағалай отырып, баяу отта пісіреміз. Мінекей осымен біздің тамағымыз дайын болды. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей достар, осымен біздің нан қуырдағымыз дайын болды. Өте керемет дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаймыз.